Сәлем достар, сіздермен бірге Меруерт. Бұл видеода сіздерге мантоваркада пряник дайындаудың ең оңай тәсілін көрсетемін. Әдеттегідей сіздерге қажет болатын ингредиенттердің тізімін описание бөліміне жазып қалдырдым. Қолданатын сары майымыз бөлме температурасында болуы қажет. Яғни қатты еріп кетпеген, бірақ өзінің формасын ұстап тұратын жұмсақ түрдегі май керек болады. Майды вилкамен езіп аламыз. Кейін оның үстіне құмшекерді салып араластырамыз. Араласқаннан кейін осындай массада болады, творог сияқты. Кейін оның үстіне жұмыртқаны салып тағы да араластырамыз. Осындай сұйықтау масса болды, енді бұның үстіне мьотты қосамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне үйіндісіз бір ас қасық ас содасын саламыз. Оны да араластырып болғаннан кейін массаның үстіне ұнды саламыз. Ұнның мөлшері майдың ерігеніне және сол ұнның сортына байланысты. Яғни майыңыз қатты еріген болса, ұн көбірек салынады, ал онша ерімеген болса, ұн аз кетеді. Қажетті ұнды салып илегеннен кейін осындай қамыр болады. Оны столдың үстіне алып осылай илейміз. Ал қамырдың жұмсақтығы міне мынадай болады. Қараңыздар, жұмсақ және қолға жабыспайды. Ал консистенциясы аздап песочный қамырға ұқсап кетеді. Осылай илеп болғаннан кейін оны ұзынына колбаса тәріздес формаға енгіземіз. Бір бөлігін алып қоямыз да, екінші бөлігін ұзынына домалатып созамыз. Қамырды жуандау қылуыңызға да болады. Мен өзім жіңішкелеу қылып, майдарақ қылып кестім. Себебі балаларым кішкентай, олардың жеуіне ыңғайлы болсын дедім. Яғни диаметрін өзіңіз білесіз. Кесілген қамырлардың барлығын домалақтап, мантоварканы майлаймыз және үстіне теріп шығамыз. Араларын қатты жақындатпаңыз, себебі ісінген кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Шариктерді үлкендеу қылып та істеуіңізге де болады. Мантоварканың қақпағын ашпайсыздар, 45 минутта піседі. Міне енді пряникіміз дайын, енді оның сыртына тәттісін жағуымыз керек. Пряниктер әлі ысы кезінде кондитерлік щеткамен сгущенканы жағып қойсаңыздар болады. Бұл ең оңай жолы. Жұмыртқаның ағынан белковый крем дайындасаңыздар болады. Немесе қарапайым глазур дайындап, сыртын сызып әдемілеп қоюға болады. Үйде плитка шоколад бар екен, мен соны қолдандым. Фисташки, кокосовые стружки, әйтеуір фантазияңызға қарай, қонақ келетін болса сәндей берсеңіздер болады. Пряниктер өте дәмді, рецепті де ондай қиын емес. Оп-оңай ғана әзірленеді. Өте жұмсақ болып шығатын пряниктерді балаларыңыз ұнатып қалады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмау үшін подписаться етіп, қоңыраушаны басып қойыңыз.